Күздікке жабағы сойылды. Енді қазысын дайындаймыз. Ыдысқа тұз, бұрыш, ұнтақталған сарымсақ және лабыр жапырағын уақтап сеуіп шығамыз да қазыларымызды орналастырамыз. Қазыларымызды орналастырып болған соң тағы да тұз, бұрыш, сарымсақ, лабыр жапырағын себеміз. Осылай қазыларымызды слойлап орналастырып алған соң бір күн бөлме температурасында жылы жерде тұрады. Содан соң араластырып салқын жерге, сыртқа, сарайға қоямыз. 2 күн тұздықта тұрған соң араластырып 5 литрлік баклажканың көмегімен шекке тығып қазыларымызды оңай жасап аламыз. Ас болсын.